Мен сіздерге қазір күшті бір маңызды жаңалықпен бөлісетін боламын. Мынау менің оң жағымда, сол жағымда тұрған 4 этажды үйлерді көріп тұрсыздар ғой. Осы үйлердің ішіндегі пәтерлерді де жалға алуға болады. Немесе тағы бір екі үй салынып жатыр. Сол жаңадан салынып жатқан үйлерден сіз Қазақстанның азаматы ретінде пәтерді сатып алып, өзіңіздің атыңызға Қырғызстанның заңдылығы бойынша кез келген шетел азаматы өзіне прямой үйді оформить ете алады. Яғни ана жерден сатып алып, өзіңіздің атыңызға тікелей оформить етіп қойып, осы жерден өзіңізге бір 3 бөлмелі пәтер алып қойсаңыз болады. Оған келіп өзіңіз тұрсаңыз да болады, немесе осы жерге жергілікті администрациямен келісіп, оны жалға да беруге болады. Осы үйлердің ішіндегі бір пәтердің ішіне рум-тур істейтін боламыз. Кеттік. Ал келдік. Бисмилла, кішін көрейік қарап. Ассаляму-алейкум, бисмилла. Қараңыздар, кіре салған кезде оң жағымызда бір бөлме, төсегімен, ішінде мындай мебельдер бар екен. Аккуратно қойып қойған. Мына жағында кухня, студия, сразу зал. Тамағын істейсің. Ох, санузел. Бұл жерде ванна жоқ екен, бірақ душевая кабинка. Полноценная, әдемі мындай. Бұл пәтердегі самая главная фишка білесіздер ме не? Былай келесің да, фук етіп балконға шығып кетесің. И на тебе вид. Деп қарайсың мына жерде бүйтіп. Кофе ішіп тұрасың ғой, үшінші мына жаққа шығып қарап. Кайф.